Фатиха сүресі өзі баршамызға белгілі, өзіміз намазда оқып жүрген сүре. Мысалы, Фатиха сүресі түсті. Ең бірінші соны ол сүрені сол сахабалар естіген еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан. Сөйтіп Фатиха сүресі Альхамдулиллахи роббил аламин деген жаңағы сүрені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай нәрсені айтады. Хойру зикри ла илаха иллаллах. Зікірлердің ең хайырлысы ла илаха иллаллах үйретіп жатқан нәрсесі сахабаларға. Ва хойру дуғаи альхамдулиллах. Сахих хадисінде келген, және дұғалардың ең хайырлысы альхамдулиллах дейді. Яғни Фатиханы ауыздарынан түспейтін болсын дегенге келтіріп отыр. Дұғалардың ең хайырлысы. Содан бұл сүрені біз Фатиха десек, Алла Тағала бұл сүрені намаз деп атаған екен. Алла Тағаланың өзі пайғамбарымызға үйреткен, білдірткен әл-хадис әл-құдсиде намаз деп атады Фатиха сүресін. Қараңыздар. Сол себептен ол намаздан ажырамайтын сүре болып қалды бізде. Көрдіңіздер ме? Сонда хадис әл-құдсиге назар аударатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Қол Аллаху азза ва джалла, Аллах Тағала маған айтты, білдірді" дейді. "Инни қасамту салата байни ва байна абди нисфайни, фа нисфуха ли ва нисфуха ли абди." Расында мен намазды дейді. Фатиха сүресін намаз деп отыр. Фатиха сүресі деп отқан жоқ Алла Тағала. Расында мен намазды өзім мен құлымның арасына тең екіге бөлдім дейді. Қараңыздар. Фа нисфуха ли, оның тең жартысы менікі дейді. Алла Тағала өзіне алып отыр. Ва нисфуха ли абди, оның жартысы құлым үшін дейді. Енді қараңыздар. Мысалы сіз намаз оқып тұрсыз. Намазда тұрған кезде Альхамдулиллахи роббил аламин дедіңіз мысалы. Фаиза қола әл-ғабду альхамдулиллахи роббил аламин. Құл егерде Альхамдулиллахи роббил аламин деп айтса дейді, қола Аллаху, Аллах Тағала айтады дейді. Қараңыздар. Хамидани абди, құлым мені мақтады ғой деп. Қараңыз бұның сыры қандай болып отыр бұл Фатиханың. Біз кейде асып, жаңағыдай бір нетіп кетсек, өзіміз Алламен мінәжатымызды де жаңағыдай бір дұрыс түсінбеген адам сияқты болып жүремізді. Негізінде бұл мінәжат. Міндетті түрде қараңыздар. Құл Альхамдулиллахи роббил аламин деген кезде Аллах Тағала айтады дейді. Хамидани абди, құлым мені мақтады ғой деп. Фаиза қола әл-ғабду ар-рахманур рахим, құл ар-рахманур рахим деген кезде қол Аллаху, Алла Тағала айтады дейді. Әсна алайя абди, құлым мені дәріптеді ғой деп. Қараңыз. Фаиза қола әл-ғабду малики яумиддин, құл малики яумиддин, сот күнінің иесі мағынасы. Есеп күнінің иесі деген кезде Алла Тағала айтады дейді. Мәджадани абди, құлым даңқымды көтерді ғой деп. Қараңыздар. Біліп тұр екен ғой менің ертең есеп алатынымды деген нәрселер жатыр. Ва фаувада илайя абди деп қосайды дейді. Құлым өзін маған тапсырып отыр екен ғой деп. Міне. Бұл намаз деген нәрсе, құрметті жамағат. Өз алдына бір үлкен нәрсе де бұл Фатиха сүресінің өзі. Сонда құл осы жерге дейін Алла Тағаланың хақылары айтылып кетіп, сосын ияка нағбуду ва ияка настағин. Құл ияка нағбуду, саған ғана құлшылық қыламыз, және сенен ғана жәрдем тілейміз деген кезде намаздың ортасы осы дейді екен Алла Тағала. Хаза байни ва байна абди, осы құлым мен менің арама бөлінген нәрсе. Ияка нағбуду, саған ғана құлшылық қыламыз. Альхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманур рахим, малики яумиддин, ияка нағбуду, менің хақым дейді. Алла Тағала айтып отыр. Менің хақымды берді дейді құл. Міне, қиямда тұрды да берді дейді менің хақымды. Міне, жеткілікті дәрежеде. Сосын уайяка настағин кезде құлымның хақысы басталды дейді. Және сенен ғана жәрдем тілейміз деген нәрсе. Көрдіңіз бе? Біздің мұқтаждығымыз кетті. Сенен ғана жәрдем тілейміз. Сол тілегенде дейді, мысалы адамның осы дүниеде, құрметті жамағат, тілейтін нәрсесі көп қой Алла Тағаласынан. Алла Тағаладан мысалы тілейтін нәрсең өте көп та.
Бірақ сол тілектердің ішіндегі ең маңыздысы қайсы десеңіз, ең маңыздысы, сол маңыздысын ғана салды да Фатиханың ішіне. Ол қандай дегенде, ихдинас сиратал мустақим, бізді тура жолмен жүргізші. Сіз тура жолға түсірді Тағала, бірақ сіз адасып кетем бе деп қорқасыз. Көрдіңіз бе? Адасып кетем бе деп қорқасыз. Ертең бір мансаппен алданғанда жоғалып кетеміз мүмкін. Көрдіңіз бе? Байлық келіп қалса, мүмкін намаз жайына қалып кете ме? Тағы бірдеңелер келсе, сынақтар келсе, көтере алмай қоя салам ба? Әртүрлі нәрселерді. Соқтан қараңыз, қай нәрсені қойды да намазға? Бізді тура жолмен жүргізші. Бізді тура жолға бекітші, бізді тура жолмен жүргізші. Танығаннан кейін адасып кетпейікші деген. Мысалы, недегі Али Имран сүресінің 1-ші бетінде, соңғы жағында мынандай дұға бар. Роббана ла тузигh қулубана бағда из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб. Раббымыз бізді тура жолға салғаннан кейін жүрегімізді ауытқытып жібермеші. Қараңыз, басқа нәрселер кетіп қалмасыншы біздің жүрегіміз. Және өз қасыңнан бізге рахымыңды сыйлашы. Рахымыңды сыйлашы деген сөз өміріміздің соңына дейін адаспайтындай қамқорлығың алшы деген сөз бізді. Адасып кетпейтіндей қамқорлығың алшы. Сен үшін менде берегенсің ғой деп жатыр да. Иннака антал ваххаб, сен сыйлаушысың ғой, берегенсің ғой деген нәрсе. Міне осы Фатиха сүресінде қараңыз, сенен ғана жәрдем тілейміз дедік. Сосын бізді тура жолмен жүргізші. Меккелік кезеңде сол кезде түскен нәрсені қараңыздар, бірден мұсылмандардың санасына салып берді. Ол тура жол деген не? Мысалы, қоғамға қарасаң, бәрі тура жолда жүрміз деп, әркім өзінікін тура жолға батыр деген нәрсе болады. Христиан, насаралар болады, мысалы айтайық, иудейлер болады, буддистер, әрқайсысы өз алдында бірдеңені ұстап, адам ойлап қалуы мүмкін. Тура жолдар көп. Біз соның біреуіміз ба деп та. Сондықтан осыны меккелік кезеңде атаған істеді. Ихдина сиратал мустақим, бізді тура жолмен жүргіз. Қандай тура жол? Сиратал лазина ан'амта алейхим. Сен тура жол нығметіне бөлегендердің жолына. Ол кімдер? Және кімдер бұлардан емес? Гойрил мағдуби алейхим. Ана ашуға ұшырағандар олардан емес дейді. Ашуға ұшырағандардың жолына емес, иудейлерді айтып отыр. Валаддоллин. Сондай-ақ насаралар мен артына ерілген күллі дін атауының барлығы. Және адасқандардың емес. Көрдіңіз ба? Қалай Фатихаға күллі мақсатты жинап берді. Одан кейін осы Құранның барлығы, құрметті жамағат, күллі Құран сол Фатиханың мазмұнына тарқап кетеді ғой. Бір аяттар келеді, алхамдулиллахның ішіне кіріп кетеді. Анау мазмұн сияқты. Сіз бе? Біреулер Малики Яумиддиннің ішіне кетеді, қиямет түлкісі. Иудейлер мен насаралар туралы айтылған аяттардың барлығына Бақара, Мәида, Нисада толып тұр мысалы. Күллісі кетеді, жаңа соңғы аят ішіне кіріп кетеді. Неге олар ашуға ұшыраған, неге олар адасқан? Бәрін баяндап берді. Не сахабаларға алдына көз алдарына көрсетіп берді. Тура жол деген не ол? Сөйтіп бұл Фатихаға ғашық болды сахабалар. Алла Тағала жаңағы сен соны айтқан кезде бұлай деп айтады ғой деген нәрсе жүректерін ертіп жіберді. Ол, көрдіңіз бе? Олар ажырамады бұдан. Олар күндіз-түні жүрсе де осыны оқиды. Таңғы намаз оларға жаңа беріліп қойылды, сыйлық берілді. Ақша екінді уақытында бір намаз берілді. Осы екі намазда олар осыны оқиды. Міне. Олардың жүректері нұр. Өзіңіз ойлаңыз. Мына Фатиха беріп атқан ләззат еш нәрсе бере алмай жатыр оларға. Бұндай нәрсе болмаған өмірлерінде. Ана мінәжат деген нәрсе өте үлкен нәрсе ғой. Кімде-кім Хасан аль-Басри айтқандай, кімде-кім Раббысымен сөйлескісі келсе дейді, онда Аллаху акбар деп намазға кіріп кетсін дейді. Алла Тағаласымен сөйлесіп жатыр дейді. Ал кімде-кім Алланың онымен сөйлескенін қаласа дейді, онда Құранды ашасасын да оқи берсін дейді. Алла Тағала онымен сөйлесіп жатыр дегендей. Міне, намаз осы екі қайырдың екеуінде қамтығанда, намазда сіз Аллаху акбар деп кіріп кетіп, Алла Тағаланың алдында тұрып, жаңағы құлшылығыңызды жасайсыз, және Құран оқылады. Алла Тағала сізбен сөйлеседі деген нәрсе.